Сәлеметсіз ме достар, бүгін сіздермен «Сквозь снег» фильміне шоу жасаймыз. Адамзат ғаламдық жылуға қарсы жаңа әдіс ойлап тауып, ауаға сеуіп, климатты тұрақтандыруға арналған химиялық зат ойлап табады. Бірақ бір нәрсе дұрыс болмай, жер бетін мұз қаптап кетеді. Жер бетіндегі ешқашан тоқтамайтын, планетаны үздіксіз айналып отыратын поезд ішінде өмір сүретін азғантай адам топтарынан басқасының барлығы өліп кетеді. Фильмдегі оқиға катастрофадан 17 жылдан кейін басталады. Ең артқы вагонда әскери келіп пассажирлерге отыруды бұйырады. Басты кейіпкер Кертис оның айтқанына бірден көне қоймай, поездда бүлік жасамақшы болып, досы Эдгардқа көре тұр осыдан. Байларға жетсек, барлығы өзгере кетеді деп ойын айтады. Солдаттар пассажирлерге протеиндік брикет деп аталатын жалғыз тағам түрін таратады. Сондай-ақ олар алдағы вагондардағы байларға қажет деп әйелінсіз кетуден бас тартқан скрипачты іздей бастайды. Көнбеген соң солдаттар еркек әйелін соққыға жығып, оны мәжбүрлеп алып кетеді. Әйткенмен Кертис досына әлі уақыт келмеді, күте тұрайық деп айтады. Осыдан кейін Кертис вагонды аралап, информатордан келген хат жасырынған протеиндік тағамды іздей бастайды. Хатта түрмелік вагонға қамалған қауіпсіздік маманның аты жазылған. Егер оны босатса, ол басқаларын бірінші вагонға алып бара алады. Осылайша Кертистің жоспары алдағы вагондардағы қозғалтқышпен оны ойлап тапқан адам Уилфред есімді магнатты өз қолына түсіру. Түнде солдаттар қайтадан оралып, балаларды шақырып медициналық тексеруден өткізу үшін тізбектеп қояды. Сары пальтодағы әйел ұзартқышпен балалардың қолы мен бойын өлшей бастайды. Олардың аналарының бірі баласын артына тығып қойғысы келбеді, әйтсе де солдаттар оны тауып алады. Әйел аяғында екі баланы өзімен алып кетпекші болғанда, олардың әкелерінің бірі баласын жібергісі келмей, әлгі әйелге аяқ киімін лақтырып жібереді. Еркекті іс-әрекет үшін жазалау мақсатында бір қолын шешіп, вагондағы арнайы тесікке салып, қолы үсіп жатқан сәтте министр Мейсон тұрпайы әрекеттер жасауға болмайды. Поездда дисциплина ұстап, әрбірі ондағы таптық сегрегацияны қатаң ұстануы керек деп мораль оқи бастайды. Сәл уақыттан кейін еркектің қолын қайта алып, толық үсіп қалған қолды балтамен ұрып, жарып жібереді. Осыдан кейін топтың жетекшісі Гиллиам бастаған адамдар барып сөйлеспекші болады. Солдаттар бірден оларға қару тақайды. Министр қаруларыңды түсіріңдер деп шалға жылы қатынасып сөйлесе бастайды. Гиллиам министрге магнатқа жеке сөйлесуіміз керек деп хабар айтуын сұрайды. Отырған соң Гиллиам Кертиске солдаттардың қаруларында оқ жоқ, оның барлығын өткен бүліктерде тоқтатамыз деп тауысып тастаған деп хабарлайды. Бұның шын яда жалған екенін екінші тамақтандыру кезінде тексеру сәті түседі. Бұндай жағдайда өмір сүргілері келмейтін адамдар айқай шығара бастайды. Солдаттардың бірі бір шалға қару тақап, оларды қорқыта бастайды. Кертис көтеріліс шығару сәті келді деп қорықпай алға шығып, солдаттың мылтығын өзінің маңдайына тақап, шаппасы басылғанда, шал айтқандай, онда оқ жоқ болып шығады. Осыдан кейін ең төменгі тап адамдары жабылып, оларға шабуылдауға кіріседі. Жаудың бірінші толқын тоқтатып, темір есіктерді жабуға кедергі келтіретін арнайы таранды ұстап алып, алға жылжи бастайды. Адамдар болса, өздерінің жоғары таптағы адамдарды күзететін күзетшілерді ұрып, соққыға жыға бастайды. Вагон соңында жолдарына алып еркек тұрып алады. Бірақ одан қайда кішкентай. Бірақ епті жылмаң бүлікші жүгіріп барып, басына отырып алып, жүрегіне пышақ тығып, құлаған денеден басқа есіктерді, айрықша қауіпсіздік маманы жатқан табытты ашуға көмектесетін кілттерді іліп алады. Поездың кілт пен құлыптарын ойлап тапқан дәл осы кісі. Бүлікшілер оған өздеріне көмектесуін талап етеді. Стимул ретінде оған қолдан жасалған наша ұсынады. Пысық құлып бұзушы саудаласып, сол арада қабір тәріздес тордан босатып алған қызымен өзіне 2 есе көп дозаны талап етеді. Ал қыздың болашақта болжай алатын ерекше қабілеті бар. Ол келесі вагонда не бар екенін дәлме-дәл болжап береді. Сөйтіп барлығы келесі вагонға өтіп, оның бос екенін көреді. Онда кім өмір сүрсе де, үстелдегі тамақтарында жинамай, асыға зыда кетіпті. Тіпті мұзға жамылған қаланында тамашалау тәрізді әдеттегі нәрседен де айырылған байқұстар терезеден қалаға аузлар ашылып қарап тұрып қалады. Келесі вагонда олар қатты өзгеріп, біртүрлі әрекет жасап жатқан өздерінің ескі таныстары Полды кезіктіреді. Ол төменгі таптағы адамдардың тамағы протеиндік брикеттер жасайды. Кертис шикізатқа толы шаңға қарап жиіркеніп кетеді. Сөйтсе, олардың жеп жүрген тамақтары араластырылып, престелген қоңыз, таракан тәрізді жәндіктерден әзірленеді екен. Жиіркенішті дегенмен, олар адамның өмір сүруіне қажет ақуызға толы. Сол жерден Кертис ішінде хаты бар капсуланы тауып алады. Сөйтсе, Кертиске пол бермейді екен. Ол жай ғана бейтаныс адамның бергенін тағамдарға тығып, оны жеткізіп отырады екен. Қағаздан су деген сөз оқиды. Бұл су бар вагонды басып алсаңдар, басты вагонды жауламай-ақ билікке өздерінің шарттарыңды айта аласыңдар деген мағынада жазылған болар деп шешеді. Құлып бұзушы есіктерді ашпақшы болып жатқанда, Кертис оның қызымен сөйлеседі. Қыз пойызда туылып, көріпкелдік қасиетке ие екен. Есіктердің біріне жақындап, оны ашпауымыз керек дей салып еді, бірақ кеш. Әкесі
сәйкес сымдарға ашу командасын беріп қойыпты. Оның арғы жағынан жақсы қоректендіріліп, қолдарына суық қару ұстаған еркектер тобы күтіп тұр. Балықты алып, қаруларының үшкірлігін көрсетіп мақтанбақшы болады. Бірақ артқа жол жоқ. Қысқа кеңістік ішінде екі жақтан да атылған қан, сынған сүйектерге толы қырғын басталады. Кертис олжалық балтаны тауып алады. Онымен әділдікті орнату айтарлықтай жеңілдей түседі. Қаналған тап пен қанаушы таптың күзетшілермен шайқасы микрофонға поезд Екатерина мостынан өтіп бара жатыр дегенде тоқтай салады. Есі кеткен жауынгерлер оннан бірге дейін санап, одан кейін бір-бірін жаңа жылмен құттықтай бастайды. Мерекелік отшашудың орнына жолаушыларда басқа ойын-сауық күтіп тұр. Жолдағы мұз кептелісінен туындаған рельстегі шайқалыстар. Локомотив мұздарды бұзғанмен, олар селкілдеп жүретін жағдайға түседі. Мерекелік уақытша бітімнен кейін шайқас қайта жалғасын табады. Бірінші министр Мейсон сөз аузына алып, рахмет жоқ шошқалар деп оларды керемет сөзбен мақтап шығады. Бұл сөзді Кертис көтере алмай, оған балтасын лақтырып жібереді. Бірақ тәжірибелі қорғаушы оны балғамен қорғап қалады. Сарбаздар түнгі көру құрылғыларын киіп, алдағы туннелдегі қараңғы түнекті күтіп, бүлікшілерді соққыға жыға бастайды. Бірақ бір жақты ұрып соғу ойыны көпке созылмай, топ арасынан кішкентай бала от жағып, оны басқаларына тарата, ызаға берілген адамдар күзет пен басшыларды шеттерінен кесе бастайды. Осы арада Кертиске қиын таңдау жасауға тура келеді. Досы Эдгардты құтқару немесе министрді ұстап алу. Тап аралық жақтырмаушылық достықтан артық болып, министрді ұстап алып, күзетке қаруларын түсіруге мәжбүрлейді. Одан кейін суға толы вагонды жаулап алып, жауларының қаны мен дене бөлшектерін жууға қолданады. Көтерілісшілер министрді беріліп тұрып сұрауға алады. Бірақ ол пайдасы жоқ жауаптар қайтарып отырады. Дегенмен әйел өзінің тәжірибесінің арқасында өзін өлімнен сақтап қалады. Бұдан бұрынғы көтерілісшілер жетпеген вагонға жетіп, Гильям Кертистен бұдан да көп халық өлмей тұрып, әрекетті тоқтатқың келмей ме деп сұрақ қояды. Бірақ Кертис үзілді кесілді істі түбіне дейін жеткізбекші. Осы мақсатпен кәрі және жараланған адамдарды шалмен тастап, өзі кішкене топпен ары қарай жол тартады. Келесі вагонда бай тап адамдарына арналған бақшаға жетеді. Одан әрі болса, балықтан жасалған теңіз тағамдарына толы аквариумға да жетеді. Оның қасына табиғаттағы нәзік тепе-теңдікке байланысты жылына 2 рет дайындалатын суши барында көреді. Олардың жолы болады. Дәл сол сәтте суши әзірлеп жатыр екен. Барлығы өмірлерінде алғаш рет жеп жатқан тағамдарды асап жей бастайды. Министрге болса, тығыздалған қоңыздардан тұратын протеиндік батончик қана беріледі. Келесі вагон мал еттерінен тұратын бөлме болып шығады. Одан әрі жүріп, балдарға толы сыныпқа аяқ басады. Бірақ олардың ешқайсысын көтерілісшілер танымайды. Мұнда жоғары таптағы адамдардың балдары білім алады. Оқытушы сол мезетте пойыздың қожайыны Уилфредпен сыртта мұз дәуірі болып жатқан сәтте жерді тоқтамай саяхаттап жүрген керемет пойыз жайлы үгіттеушілік ролик қояды. Сабақ діни фанатизм тәріздес әнмен жалғаса кетеді. Одан кейін оқушыларға саяхаттың 3-ші жылы пойыздан секіріп, сырттағы тау бөктерінде өлердей үсіп қалған 7 бүлікшіні көрсетеді. Көтерілісшілер кетейін деп жатыр еді, бірақ сол арада Уилфредтен жыл сайын жаңа жылға қарай алып келетін жұмыртқалар мен оны тасушыны кесіктіреді. Олар әлгілерге мән бермей, түк болмағандай барлығына жұмыртқа тарата бастайды. Кертиске ішінде капсуласы бар жұмыртқа түседі. Ішіндегі хатта хан деген жазуды оқиды. Жұмыртқа тасушы мен оқытушы жұмыртқалар арасында тығылған мылтықтарды алып, кейіпкерлердің көзін жоя бастайды. Дәл лақтырылған пышақ екі қабат оқытушының лекциясын аяқтап тастайды. Бірақ артта қалған көтерілісшілердің дерлік барлығын өлтіріп тастайды. Ал Гильямды әдейі камераға көрсетіп өмірден айырады. Есесін қайтарам деп Кертис арт министр Мейсонды арғы дүниеге аттандырады. Көңіл күйі түседі. Жолдан таймай қалған ізбасарлармен ары қарай сапарын жалғастырады. Олар кір-кір соңғы вагондардан айтарлықтай ерекшеленетін байлардың әбден сәнделген вагонына өтеді. Сол мезетте артқы вагондардағы күзетшілер терезеден алдыңғы вагон арқылы кетіп бара жатқан бүлікшілерді көріп қалады. Сәтті қолданбақшы болып терезелерге оқ атып сындыра бастайды. Дегенмен екі жақта бір-біріне айтарлықтай зақым тигізе алмайды. Соңғы оқтары терезелерді тесіп өте алмай қалады. Күзет пен бүлікшілер сауна бөлмесінде жолығады. Полицейлік бүлікшілермен тіпті күзетшілер де атлай бастайды. Кертис пен құлып бұзушы оны бірігіп жеңбей тұрып, ол бірнеше адамды өлтіріп үлгереді. Одан кейінгі жолдарын байлар өмірлерін той-томалақ ләззатпен өткізіп жатқан бар түріндегі вагон арқылы жалғастырады. Құлып бұзушы жолай қатып қалған байдың балдарынан қалталарын толтырып наша ұрлап үлгереді. Бұл әрекеті оны нашақор ретінде көрсеткенімен, шындығында наркотик, басқа жағынан есіктерді жаруға керек пластикалық жарғышта болып табылады. Кертис өзінің өткен шағына көз сала, соңғы вагоннан өмірін 18 жыл бұрын қалай бастағанын айтып береді. Олар бірін-бірі жеуге мәжбүр болған екен, тіпті бөпелерді де. Осыны басынан кешуге мәжбүр болған үшін ол осының барлығына жауапты Уилфредті өлтіргісі келетінін айтады. Ол сондай-ақ оны құтқарудың орнына министрді ұстап алған Эдгарды өлтірген үшін қатты өкінем деп айтады. Сол үшін құлып бұзушыға есікті ашуға өтінеді. Бірақ сол арада
алда ол жарғыштарды Уилфредті өлтіру үшін емес, сыртқа шығуға арналған есікті жарып, пойыздан шығу үшін жинақтадым деп шындығын айтады. Ол сырттағы ауа райы жылып, мұздар жай болса да, бірақ еріп жатыр. Демек, адамзатта тірі қалу мүмкіндігі бар деп өз байқауларын айтады. Құлып бұзушы нашадан бомба жасап, оны сыртқа шығаратын есікке жабыстырады. Бірақ оны енді жағайын деп жатқанда, қасындағы есік ашылып, сары киімдегі әйел оған оқ атады. Одан кейін әйел оны тамақтандырып отырған Уилфредке шақырады. Оның сөзінше, Кертис пойыздың барлығынан өтіп, онымен жолға алған алғашқы адам. Оның айтуынша, революциялардың барлығын Гильям екеуі ойлап тапқан екен. Оның барлығы халықты жүйелі түрде азайтып отырып, жабық эко жүйесінің нәзік тепе-теңдігін ұстап отыру үшін жасалған деп мойындайды. Алайда, туннелдегі жалған оттар арқылы жасалған контратака планға беген түзетулер енгізді дейді. Уилфред телефон арқылы вагон құйрығындағы жазалаушы отрядымен байланысып, Кертиске күзетшілердің артық адамдарды қалай қысқартып жатқандығын естуге мүмкіндік береді. Осы арада саунада тірі қалған полицейлік есін жиып, құлып бұзушы да оқ атылғанмен өлмей қалыпты. Оның қызы механизмнің сымдарын ақтарып жатқанда, әкесі келіп жеткен пассажирлерге тойтарыс беруге кіріседі. Уилфред Кертиске қозғалтқышты көрсетіп, естігенін қорыту үшін өзімен өзін аз уақытқа жалғыз тастап кетеді. Содан кейін ол оған көтерілістің басынан оған хаттар жеткізіп отырған пия ақпаратшы болғанын растайтын капсуладағы хатты алып келеді. Уилфредтің жоспары қозғалтқышпен пойызға керекті билік жүргізе алатын мұрагер дайындау. Өйткені оның өзі адамзатты басқаруға тым кәрі. Құлып бұзушының қызы бірінші вагонның есігін ақыры ашады. Сары киімдегі әйел онда не болғанын көруге аттанады. Бірақ басынан соққы алып талып қалады. Әйелден жарғышты алып, қыз оны сыртқа есікке жабыстырады. Сол арада қатып қалған наркомандар арасынан полицейлік шығып, құлып бұзушыға есесін қайтаруға қадам баса бастайды. Осының барлығына Кертис бақылап тұр. Ал оның құлағына жылан тәріздес Уилфред: билікті қолыңа ал, оларға билеуші бол. Адамдар билеушісіз не істейтінін білесің ғой деп сыбырлап тұр. Қыз Кертиске сіріңке алуға жүгіреді, бірақ ол оны итеріп жібереді. Сол мезетте қыз шанышқаны алып, едендегі плитканы алмақшы болады. Ал оның астынан еш тоқтаусыз қимылдап жатқан механизмдер арасынан бір кішкентай қыз көзге түседі. Уилфред бұны қозғалтқыштың мөлшеріне байланысты ондай механизмді тек 5 жасқа дейінгі балалар ғана қызмет ете алады деп түсіндіреді. Осылайша неліктен оларды құйрықтағы вагоннан алып кеткендігі түсінікті болады. Уилфредтің тарапына өтуге әзер қалған Кертис үшін бұл шыдамның шегі болып, Уилфредті ұрып талдырып, қозғалтқыш ішіндегі қызды құтқару үшін өзінің қолын құрбан етеді. Одан кейін қызға сыртқы есікті жару үшін сіріңке береді. Қыз бомбаны жарған соң лавина пайда бола, пойызға құлап, оны аударып жібереді. Кейбір вагондар мұз тұңғиығына кетсе, басқалар тоқтап үлгермей, жан-жаққа күл талқаны шығып шаршап кетеді. Авария басылғанда бірінші вагонда құлып бұзушының қызы мен кішкентай бала есін жияды. Оларды өздерінің денесімен әкесі мен Кертис жауып құтқарып қалған екен. Қыз тас талқаны шыққан вагоннан шығып, пәктей аппақ қарға аяғын басады. Артынан қирағандар арасынан өзіне сәйкес тон тауып үлгерген бала да жүгіре жөнеледі. Айналаның барлығы қар мен тауға толы. Тірі қалу шансы өте аз. Ал алыста тау бөктерінде ағаю жүгіріп жүр. Бұл дегеніміз, жануарлар жаңа климатқа бейімделіп тірі қалды деген сөз. Бірақ адамдар мұндай ауа райында тірі қала алады ма? Үлкен сұрақ.